Данзо Шимури Сарутобе Хирузенмен бірге өсті. Екеуінің арманы бір — Хокаге болу. Табираманың тобы тұзаққа түскен кезде Данзо жауды алаңдатуға қалғысы келгенін айта алмады. Өйткені ол өлімнен қорықты. Ал Хирузен батылдыққа басып, өзінің жауды алаңдатуға қалғысы келетінін айтты. Бірақ та бұл жұмысты Табирама өз басына алып, Хирузенді жаңа Хокаге қылып кетті. Сол кезден бері Данзо өзіне тамыр амбу тобын ашады. Оричимарумен бірлесіп жұмыс жасаған Данзо ағаш стилін қолданатын бала жасап, өз тобына алғысы келді. Бірақ та Хашираманың мүшелері қосылған балалар бірінен соң бірі өлді. Тек бір ғана бала тірі қалды. Тірі қалған баланы Данзо Киной атап, өзімен бірге алып кетті. Данзо оны өзінің тамыр амбу тобына қосты және ағаш техникаларын қолдануды оған үйретті. Ол Хирузеннің орнына отырып жаңа Хокаге болу үшін Кинойды және басқа тамыр амбуларын Хокагені өлтіруге жібереді. Бірақ та Данзоның бұл жоспары іске аспайды. Және Хирузен Кинойды өз амбуына қосып алады. Учихалықтар көтеріліс бастамақ болғанда Шисуи Кото Амацукамиді қолданып соғысты тоқтатқысы келеді. Бірақ та Данзо Шисуидің жоспарын қате санап, оның оң жақ көзін ұрлап, екінші көзін алмақ болады. Бірақ та Шисуи Данзодан қашып үлгереді. Данзоның кесірінен Итачиге өз кланын өлтіруге тура келеді. Данзо Итачиге інісіне тимеймін деп уәде береді. Біраз уақыт өткен соң, барлық Учихаларды өлтіргісі келген Данзо Итачидің інісі Учиха Саскені өлтіруге сайды жіберіп, өз сөзінде тұрмайды. Бірақ та жоспары іске аспаған